Варуша, Кипрдің Фамагуста қаласында орналасқан елестердің мекені. Бұл қалада 1974 жылдан бері ешкім тұрмайды. Қала үйлері бос, қаңырап жатыр. Бір кездері өзінің зәулім үйлері және атақты жағажайларымен танымал болған Варуша бүгінгі таңда адам танымас кейіпке айналған. Бұлай болуының себебі неде? 1571 жылы Осман империясы Варуша орналасқан Кипр аралын Венециядан тартып алады. Сол уақыттан бастап Кипр аралында түрік қауымдастығы көбею үстінде болды. Аталмыш кезеңнен бастап аралда грек және түрік қауымдастықтары біргелікті өмір сүріп келді. Ал 1878 жылдан бастап аралды Ұлыбритания өз бақылауына алып, 1914 жылы ресми түрде аннексиялады. Кипрдегі британ әкімшілігі біресе грек элиталарына, біресе түрік элиталарына болысады. Дәл осы кезеңде Кипрдің Грекияға қосылу идеясы, яғни энозис тарала бастады. Екі дүниежүзілік соғыс арасындағы кезеңде энозис ұранына қарсы шыққан кипрлік түріктердің көшбасшылары Кипрде британдық үстемдікті сақтау немесе аралды Түркияға қайтаруды талап ете бастады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кипрлік түріктер тарапынан тақсим ұраны ұсынылды. Яғни аралды екіге бөлу, содан кейін бір бөлігі Грекияға, ал екінші бөлігін Түркияға қосу. Бұл ұсыныс Түркия билігіне ұнады және оған қолдау көрсетті. Кипрдегі қауымаралық грек-түрік зорлық-зомбылығы 1950-70 жылдары тұрақты түрде жалғасып отырды. 1950 жылы түрік қауымдастығы бойкот жариялаған референдум өткізілді. Бұл референдумда грек көпшілігі энозиске, яғни Грекияға қосылуға дауыс берді. 1955 жылы этникалық гректерден тұратын Кипр күрескерлерінің ұлттық ұйымы, яғни ЭОК, британдық отаршылдық билікті тоқтату және Кипрді Грециямен біріктіру үшін қарулы күрес бастады. Өз кезегінде Кипр түріктері аралды бөлуді жақтайтын түрік қорғаныс ұйымын, яғни ТМТ-ны құрды. 1959 жылы Лондон-Цюрих келісімдеріне қол қойылды. Оған сәйкес Кипр бір тұтас тәуелсіз мемлекет деп жарияланатын болды. 1960 жылы Кипр тәуелсіздік алған кезде аралдағы түрік және грек халқының санының көрсеткіші 5-ке 1 еді. Кипр конституциясы әр қауымдастықтың квоталарын ескере отырып, аралдың билік органдарын құруды көздеді. Президент кипрлік гректер арасынан, ал вице-президент түріктер арасынан сайланды. Үкімет 10 мүшеден тұрды. 7-еуі грек қауымдастығынан, 3-еуі түрік қауымдастығынан. Қауымдастық өкілдерінің парламентте және басқа саяси институттардағы ара қатынасы 70-ке 30% болды. Түріктер жағынан сайланған вице-президент гректер жағынан ұсынылған кез келген заңға вето қоя алатын еді. 1963 жылы шиеленістің біртіндеп артуы екі жақтағы көптеген этникалық қақтығыстармен есте қалады. Кипр президенті архиепископ Макариус III Конституцияға Кипр түріктерін конституциялық құқықтардан айыруға бағытталған түзетулер енгізуді ұсынғаннан кейін жағдай одан да қатты ушығып кетті. Сол жылы 21 желтоқсанда таңертең Никосиядағы грек полицейлері қонақтан оралған түріктерді тоқтатып, таксиде отырған әйелдерге тінту әрекетін жасады. Түрік еркектері бұған жол бермеді. Сол сәтте грек полицейлері мен түрік ер адамдары арасында төбелес шығып, грек полицейлері қару қолдануды жөн көрді. Осы оқиғадан кейін жағдай толығымен бақылаудан шықты. Никосияда, Ларнакада және басқа да 104 ауылда түріктерге гректердің жаппай шабуылдары басталды. Бірнеше күн ішінде 364 түрік пен 174 грек өлтірілді. Кейін бұл оқиғалар қанды Рождество деген атпен тарихта қалды. Жағдайды реттеу мақсатында 1964 жылы аралда Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік контингенті орналастырылды. Ол контингент Кипрде 10 жылға жуық әрекет етті. 1974 жылы 15 шілдеде аралда әскери төңкеріс орын алды. Онда Кипр гректерінің террористік ұйымы ЭОК-Б Кипр президенті архиепископ Макариус III биліктен құлатты. 1974 жылы 20 шілдеде түрік армиясы елдегі саяси төңкеріске жауап ретінде Кипрге басып кірді. Сол жылы 15 тамызда түріктер Фамагустаны басып алды.
Осы әрекеттердің нәтижесінде ел екіге бөлінді. Грекиялық Кипр және Түркиялық Кипр болып. Варшавада тұратын гректерге бір күн ішінде қаладан кетуге бұйрық берілді. Олар өздерімен бірге алып кете алатын нәрсені ғана алып жүрді. Содан бері оларға өз үйлеріне оралуға тыйым салынды. 1990 жылдарға дейін журналистерге аталмыш ауданға кіруге тыйым салынды. Варшаваның қараусыз қалған аумақ болып қалуының себебі 1984 жылы мамырда қабылданған Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің 550 резолюциясы. Бұл резолюцияға сәйкес Варшава кварталының кез келген бөлігін оның тұрғындарынан басқа адамдармен қоныстандыру әрекетіне тыйым салынады. Осылайша, Варшава әлі күнге дейін бос қаңырап жатыр. Түркия билігі аралға 30 мыңдық әскери корпусты қондырғаннан кейін шамамен бір айға жуық уақытта арал аумағының 37%-ын басып алды. Арал екіге бөлінді. Оңтүстікте Кипр республикасы, солтүстікте Түрік республикасы. Түркия билігі қысымының арқасында оңтүстікті мекендеген кипрлік түріктер солтүстік Кипрге көшірілді және керісінше солтүстіктегі гректер оңтүстікке көшірілді. Қарама-қайшылықты тараптар жасыл сызық деп аталатын Біріккен ұлттар ұйымының буферлік аймағы бөліп тұрды. Демаркация сызығы арқылы өту мүмкін болмады. Арал тұрғындарының грек және түрік қауымдастықтары арасында физикалық және әлеуметтік кедергі жасалды. 1983 жылы солтүстік түрік қауымдастығы өзін солтүстік Кипр түрік республикасы деп жариялады. Бірақ жаңадан құрылған мемлекетті тек қана Түркия мойындады. Сіздерге видеомыз ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.